Баршаңызға қайырлы күн. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін оразаның 5-ші күні ауызашарға өте дәмдетіп палау дайындадым. Алдымен табадағы қызып тұрған майға жуаны қорып, одан кейін тұздалмаған сиыр еті мен сәбізді салып, араластырып отырып майға қуырып алдым. Етіміз қызарғаннан кейін үстіне салқын су құйып, ет батып тұратындай етіп, және өзінің бабында қайнау үшін астын баяу отта қойдым. Енді етіміз қайнайын дегенше өте жеңіл, өте дәмді салат дайындадым. Құрамында қияр, қызанақ, аскөк, ақжелкенді турап, көз мөлшермен тұзын қосып және майонезбен араластырып, үстін өте дәмді фетакса сырымен әрлеп қойдым. Салатымыз дайын. Міне енді етіміз қайнады. Қайнағаннан кейін жуып, тазалап қойған күрішімізді салып, араластырмайым, үстін осылай бір тегіс қылып, және тұзы мен дәмдеуіштерді салып, осылай арасын ашамыз. Астын баяу отта қойып, жарты сағатта палауымыз дайын, ас болсын.